Ассалаумағалейкум. Бүгін дәмі тіл үйіретін өте дәмді балды торт жасаймыз. Ең алдымен балымыз бен сары майымызды отта ерітіп аламыз. Ол толық ерігеннен кейін ас содасын салып, тағы да былғаймыз. Ол көпіреді, көтеріледі кішкене. Оны оттан алып, суытып, қантымыз бен жұмыртқамызды саламыз. Араластырамыз. Осындай түс шығу керек. Ұнымызды 2 немесе 3 бөліп салуға болады. Масымыз кішкене қоюланып, бір-біріне біріккеннен кейін ұнымызды үстелге салып, тағы да қамырымызды кішкене илеп аламыз. Ұн көп салмаймыз. Одан кейін бөліктерге бөліп, менде 11 бөлік шықты. Әрқайсысын пергаментке салып, оқтаумен немесе осындай пищевая пленканың рулонмен жайсаңыздар болады. 16 диаметрлік кольцода осылай кесіп алып, үстіне шанышқымен тесіп шығамыз. 180 градусқа 7-8 минутқа жібереміз. Қызарып, осылай піседі. Жан жағында кесінділерін алып тастаймыз. Ол бізге болашақта крошкаге қажет болады. Мінекей, оның креміне 20% қаймақ және қант ұнтағын алып, миксерлеп аламыз, кішкене араластырып. Ол кішкене сұйық болады басында. Одан кейін клейгейімізді қосып, тағы да үлкен жылдамдықта былғап аламыз. Кішкене қоюланады. Енді тортымызды жинаймыз. Осындай кольцода жинаған жақсы, түзеу, жан-жағына майысып кетпейді. Бәрін жинап болғаннан кейін жан-жағына кремін жағып, крошкасын блендермен уақытап аламыз да үстіне жан-жағына себеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызша әлеуге болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.